Армысыздар, бүгін Астан аспаны бағдарламасының кейіпкері 26 жасында Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткер атағын алған еліміздегі опера әлемінің жарық жұлдызы Сүндет Байғожин. Сүндет аға, ассалаумағалейкум. Қалыңыз қалай? Жақсы. Қош келдіңіз. Жайғасыңыз. Рахмет. Сұхбаттасақ, айтар әңгіме көп. Біраз сөйлесетін сияқтымыз ғой. Иә. Қалыңыз қалай? Жақсы. Жұмысыңыз, шаруаларыңыздың бәрі орынша ма? Жұмыс ойдағыдай, жұмыс маусым ашылғаннан бері осы театрда жақында гастрольден келдік. Енді қазір осы маусымның қойылатын операларын кейіпкерлерін сомдап, орындап, концерттерге қатысып жұмыс істеп жүрміз. Өзіңіз Астана қаласына ең бірінші келген күніңіз есіңізде ме? Әрине есімде, 17 жасар. Бозбала. Иә. Өнерді қуып білім алуға осы Астана 2001 жылы келген болатын. Содан бері көп жылдар өтті. Бәйтеректің ашылуына да қатысқанбыз. Концерт қойып алдында. Ең бірінші жерге брусчатка жасап, шаңның астында өзі біз хордың әртісіміз театрда енді өнерге қадам басып келе жатқан кезіміз. Енді содан бері ойлап қарасаңыз, біз шынайы өзімді осы Астанада білім алып, Астанада осы опера өнерінің шынайы осы жердің мектебі, өнер мектебін как представитель дейді ғой. Осы жердің, Астана жерінің өнерінің өкілі деп өзімді айта аламын. Енді қазіргі таңда өнер жолын қуып, мемлекеттік көптеген сыйлықтарға ие болдым. Мен ойлаймын, сенің еңбегің осылай мемлекетпен бағаланса, ол ең жоғарғы баға деп ойлаймын. Қазіргі таңда осы театрда, Астана опера театрында жетекші солист болып, өзімнің армандаған операдағы тұлғалар, партиялар, Абайдың партиясын, Бекежанның партиясын, көптеген итальяндық операдағы партиялар, жақында Фигароның партиясын орындап қойған мақсаттарға қолым жеткен сияқты. Енді өнер тоқтамайды. Менің де репертуарым осы театрдың қойылымдарымен бірге ұлғайып келеді. Ол тек қана опера жағын айтатын болса. Концерттікте Қазақстанның мәдени күндерін көптеген шетелде өткізіп, Қазақстан Республикасының мәдениет министрлігінің қолдауымен көптеген шаралар болып жатады. Сонда мен қатысып, еліміздің беткүстар, шебер әншілері өнерін көрсетеді. Қазақ елінің өнерін шетелге біз әрқашан көрсетуге дайынбыз, және сол концертке қатысып, менің де көптеген жер аралап, өнерімізді насихаттап, міне жақында ғана Абай операсын Италияда тұңғыш рет Абайдың партиясын орындап, үлкен қошеметке ие болдық. Мен ойлаймын, бізге қазақ өнерінің майталмандарына ол өте маңызды сәт, тарихи сәт. Өйткені біз опера әлемдік өнер дейді. Көптеген шетелдік операларды айтамыз. Бірақ өзіміздің өнеріміздің, өзіміздің қазақи операларымызды насихаттау, көрсету біздің ең басты мақсатымыз. Өйткені менің арманым Абай операсын орындау болатын, партиясын. Енді қазір тек қана осы елде орындап емес, Алматыда жақында орындадым, Абай театрында арманым орындалып. Осы театрда орындап жүрміз. Енді міне шетелге біздің қазақ операсы, Абай операсы жарық көріп жатыр. Үлкен қошемет, үлкен жақсы пікірлер келіп жатыр. Мен ойлаймын, неге біздің Абай операсы, қазақ операсы шетелдік опера, шетелдік әлемдік өнер болғаннан кейін, неге біздің операны жақсы осылай презентация жасап, көрсетіп, біздің өнеріміз, операмыз көптеген басқа театрларда қойылса, өйткені бұл әлемдік өнер. Мен ойлаймын, осы кішкентай жасап жатқан өнерге деген қадамдарымыз оңынан болып,
қазақ операсы әлемдік дүниеде, әлемдік музыкада өз орын табады деп ойлаймын. Тамаша. Енді опера әлемі әрқашанда жоғары деңгейде бағаланады, сыйлайды, көрермені де ерекше. Өзінің көрермені бар. 17 жасыңызда Астана қаласына келдіңіз. Оған дейін жалпы ән әлеміне деген қызығушылығыңыз болды. Әрине, мен бала кезімнен әуденбейтін қазақ жоқ. Бала кезімнен осы өнерге құмар болдым. Ол кезде ол жеңіл-желпі әндер болатын. Бірақ теледидардан опера әншілерін көргенде ерекше қызығушылықпен қарап, сол кісілер сияқты опера өнері мен үшін сондай не көрінетін. Жеңіл емес, сондай ауыр өнер, бірақ сахнаға шығып кейіпкерлерді орындай бастаған соң мен түсіндім ауырлығын, күрделілігін. Біз елімізді өнер арқылы танытамыз. Өнер, музыка арқылы жақсы адам қабылдайды. Сол себептен маған осы опера өнері сондай үлкен биік өнердің шыңы болып көрінетін. Және бұл жолды қуғаным, мен ойлайтын осы, енді ауылда өскен баламын ғой. Үлкен сахнаға шығып, күрделі партияларды орындап, мен үшін сондай опера өнері сондай солидно көрінетін. Мен ойлайтын, сондай мәдениеттің жоғары деңгейі сезілді. Сосын осы жолды қуып, қиындығы да қатар келіп тұрады, бірақ енді адам өзіне байланысты деп ойлаймын. Өнер алғаннан кейін оны алып жүру керек. Тамаша. Шетел деп жатырсыз. Шетелге жиі шығасыздар. Жалпы шетел көрермені қазақ операсын қалай қабылдайды? Осы сұрақты маған көп адамдар қояды. Шетелге барғанда қазақ өнерін қалай бағалайды, қандай пікірлер деп. Сол кезде менің мысалы оларға айтуға, қалай айтсам екен, осы сұраққа жауап бере алмайтын. Өйткені біз барғанда біз ән айтамыз, концерттермен барамыз, бір-екі қазақ әнін айтамыз, туындысын айтамыз. Енді сонымен шектелетіміз. Енді міне жақында ғана осы Абай операсын бүкіл ұжыммен, театрмен Генуа қаласына апардық. 40 елде онлайн трансляция болды. Енді қазір мен қазақ тілінде тұңғыш рет, қазақ тілінде Абай операсы опера болып шетелде 100% қазақ тілінде. 100% қазақ тілінде 40 елге онлайн трансляциясымен көрсетілді. Өзім Абайдың партиясын орындау маған бұйырыпты. Мен өзім сол спектакльді болғаннан кейін халықтың қошеметін, енді мен қазір шынын мақтанып емес, ауыз толтырып айта аламын, өйткені көрерменнің көңілінен шықты деп ойлаймын. Сахнадан кейін біз автограф беріп, көптеген адамдар, шетелдік адамдар, қашан келесіздер, тағы да қандай операларыңыз бар, оны қашан көреміз деген сұрақтар туындады. Мен ойлаймын, осы ең біздің мақсатымыз. Біз алып келген операмызды жақсы деңгейде көрсетіп, шетелдік мамандардың қызығушылығын ояттық біздің өнерге. Енді олар әрине біздің өнерімізді бағалай біледі. Олар ойлап жатыр, ән ғана бар, не бар деп. Бұл операны көргеннен кейін, сіздерде опера бар ма, не деп айтады дейді. Қалай қазақ елінде опералар бар дейді, итальяндықтар. Бізде бар дейді опера. Музыканың отаны. Иә, сіздерде де опера бар екен ғой. Және қандай опера деп. Сондай адамдар тамсанып, көптеген әншілермен автограф алып, фотоға түсіп, мен ойлаймын, осы міне біздің басты мақсатымыз. Концертпен ән айту емес. Мен өзім опера әншісі болғаннан кейін, басынан аяғына дейін үлкен туындыны апару. Ал қазақ операсы, Абай операсының ішінде қазақтың кім екені. Ол кезде болған сұрақтар қалай шешілген, Абай кім? Абайды таныса, біздің қазақ елін таныды деген сөз. Сол себептен бұл операда биіміз де бар, әніміз де бар, кейіпкерлер де бар, қызықты костюм, аспаптар, декорация. Өзім атпен шығып сахнаға. Көрдіңіз ба? Мен ойлаймын, осы өнерімізді шетелге көрсету деген түпкі мағынасы осы үлкен операны көрсету. Мен ойлаймын, бұл Абай операсын, мүмкін басқа да опералар, бірақ Абай операсы бізде қазір өте жақсы қойылған.
мен ойлаймын, жақсы дирижерлар бар да, жақсы осындай хор бар да, әртістер бар да, мен ойлаймын, Абай операсын біз кино ретінде экранизация жасау керек. Жалпы өнерде, әлемдік өнерде тіл жоқ, дін жоқ. Келісесіз бе? Келісемін. Сондықтан да сіздің айтып отқан сөзіңіздің дәлелі осы бір-ақ сөзбен түйіндеуге болады. Тамаша. Енді жалпы шәкірт тәрбиелейсіз бе? Жоқ, қазіргі таңда мен өзім өнер жолында жүргеннен кейін шәкірт тәрбиелеуге, университетте сабақ беруге менің шыны керек уақытым жоқ. Бірақ елбасының қоры, осыдан 3 жыл бұрын елбасы қорының лауреаты атандым. Сол елбасының қоры көптеген Қазақстанда өнер майталмандарын жинап, классика өнерін насихаттап, колледждерге, музыкалық университеттерге барып, біз мастер-класстар береміз. Сол кезде сол жерде оқып жүрген балалармен біз өзіміздің жаңағы өнер орындау шеберлігін өзіміз қалай түсінеміз, мен осы күнге дейін қалай жеттім, қандай менің тәжірибем бар, соны сол жерде алмасып көрсетеміз. Бірақ университетте әлі сабақ беріп, менің шәкіртім мынандай, мен осы менің шәкіртім деген ондай ауыз толтырып айта алмаймын. Бірақ түбі бәріміз соған келеміз. Сахнадан кім біледі, қанша жазылған өмір бойы ән шырқап жүре бермей шығармыз, мүмкін шәкіртті тәрбиелей шығармыз ары қарай. Бірақ ол мен ойлаймын, алдағы уақыттағы жоспар деп. Эстрадада жалпы әндеріңіз бар ма? Эстрадалық әндер. Енді өздеріңіз білесіздер, Астана опера театрының тұңғыш директоры елбасының тағайындауымен Төлеген Мұхамеджанов деген кісі болды. Сол кісі жұмыс істегенде, ол кісі сол өнерге жақын кісі, кезінде осы Астанамыздың өнерін көтеруге атсалысқан, өйткені әкімнің орынбасары болған. Негізі мен ойлаймын, осы елордамыздың өнерін үлкен дамытуға, үлкен өзінің қолтаңбасын қойып кеткен. Қолтаңбасын қойып кеткен, өзінің бүкіл уақытын бөлген шынай жанашыр осы өнер, елорданың өнерін көтерген сол Төлеген ағамыз деп ойлаймын. Және мен үшін ол кісі композитор ретінде өте керемет, білімі жоғары. Қасындағы жары Нұржамал Сенбаева. Енді мен ойлаймын, сол кісіні мен танысып, жақын танысып, сол кісінің арқасында, мысалы, көптеген жаңағындай Астана туралы, елбасының сөзіне жазылған отан туралы, жер туралы көптеген жақсы әндер, туындылар пайда болды. Олар ойлаймын, мүмкін сол эстрадаға жақын әндер шығар, бірақ жеңіл-желпі емес. Сөзі, әуені, мағынасы, сондай бар әндер маған өте қатты ұнайды. Сол себептен талғамында бар әнге деген. Сол ағамызбен бірге көп жұмыс істеп, негізі менің репертуарымда мен үшін жазылған әндер сол Төлеген ағамыздың репертуарында. Сол Төлеген ағамыз композитордың туындылары. Тамаша. Енді жалпы 17 жасыңызда Астана қаласына келдіңіз. Неліктен Астана қаласын таңдадыңыз? Өнер ордасы Алматы емес. Маған көптеген сондай ұсыныстар болды. Алматының консерваториясы жақсы, көптеген жақсы ұстаздар бар. Әрине ол жақсы ғой, енді Қара шаңырақ, Абай операсы бар жанында өнер көрсету. Бірақ енді мен ойлаймын, әрбір әнші ол керемет ұстаз емес. Ұстаз керемет әнші емес. Ұстаз болу ол басқа нәрсе. Сосын мен ойлаймын, адам өзі тәжірибе өтпей өмірден, сахнаның енді көптеген рөлдерді сомдамай, шетелде білім алмай,
Енді көптеген әрине шәкірттер сол жақтан оқыды, бірақ мен Торғай облысы болғаннан кейін осы Астана, Алматы алыстау болды, Астана жақын болды. Енді мынау елордамыз өгізде, елордамыз болды ма екен, болмады ма? Ақмола қаласы болды өгізде. Өгізде, иә, Целиноград Ақмола қаласы. Бірақ біз ойладық, мен ойладым, атаным да ойлады, негізі осы жерде үлкен болашақ бар, осы жерде үлкен перспектива бар. Сондай оймен осында келіп, осы еңбегімізді бастады, бірақ осында менің өнер академиясына келгенде өмірде маған өзі жақсы адамдар кездесіп тұрды, Құдайға шүкір. Соның ішінде менің ұстазым, өмірден озған 6 жылдай өтті, Қанат Абдықадыров деген ұстазым. Сол кісі менің өнерге деген ойымды дұрыстап, бұрмалап, өнерге деген сол ән айту шеберлігін өзі қанша білді, сонша үйретті. Сол кісінің арқасында осы үлкен өнерге деген бірінші қадамымызды бастай бастадық. Бір күнде қанша рет құбылып кетесіз? Енді негізі өнер жолында жүргеннен кейін біздің көңіл күйіміз көтеріңкі жүру керек. Өйткені ол адамның мынау қалай айтсам екен, психикалық тұрғыда дауыспен байланысты. Енді сол себептен мен енді ситуацияға байланысты, әр нәрсеге байланысты. Бірақ енді ер адам болғаннан кейін ер адамның басынан не өтпейді дейсіз. Керек жерінде салмақты болу керек, керек жерінде өз ойыңды айта білу керек. Әр нәрсе орнымен деп ойлаймын. Жалпы біздің көрермендер үшін шетелге шыққандағы, болмаса өзіңіздің өмірдегі қызықты оқиғаларыңызбен бөлісіп беріңізші, бір кәдімгідей бір, ол қызықты болсын, ол бір есте қалған өзіңіз үшін бір жағымды оқиға болсын. Енді бізде театрда көптеген қызықтар болып тұрады. Ол көбіне дайындық кезінде болады. Енді оны дайындықта жасап жүріп, кейбір әншілердің мысалы сахнаға шыққан кезінде сол сөзді айтып қалуы мүмкін. Сондай қызықтар болады. Бірақ көбіне мен ойлаймын, қызықтарды көру үшін дайындыққа келу керек. Біз онда дайындықта ойынға келген жасап, сөздерін ауыстырамыз, айтып атқан сөзді енді итальянша айтып тұрып, оның мағынасын біліп, орысшаға ауыстырып жүреміз, орысша айтып жүреміз арасында. Сөйткен кезінде жанындағы әріптестерің енді опера итальянша жүріп жатса, сен орысша айтып жүрсең, мағынасын түсініп. Ол қалай айтса, теряется и бір сөзін ұмытып қалады, өзінің партиясын ұмытып қалады. Сондай қызықтар болады, бірақ шыны керек, осындай сұрақ қойғанда мен есіме түспей қалады. Үйде жүргенде есіме түседі. Сонда сіздер жалпы бір-бірлеріңізбен бірге андай операның даусында қалжыңдасасыздар ғой, енді дайындық кезінде. Ал бірақ бос кезінде, қолың бос кезінде, бірақ қалай айтсам екен, енді біздің өнерде жүргеннен кейін біздің өмірімізде ән деген, музыка деген көп нәрсе демалуға тырысамыз. Тамаша. Жалпы өнерден бөлек немен айналысасыз? Өнерден бөлек осы енді бос уақытымда бұрын кішкене спортпен айналысатынмын, қазір кішкене қолда тимей жүр оған. Бірақ бәрі өзімізге байланысты ғой енді. Табам деген адам іздеген алдынан дейді ғой. Бірақ шыны керек, қазір ат, жылқы асыраймын. Сол енді мен ойлаймын, қалада тұрсам да енді қазақ болғаннан кейін ат, жылқы, төрт түлік бізге өте жарасады деп ойлаймын. Ер адамға да. Жалпы жылқы ердің ісі? Иә, ер қанаты. Аты ер қанаты дейді мысалы. Сол кәсіппен айналысамын. Алдағы уақытта өнерден саясатқа ауысуыңыз мүмкін бе? Енді өнерде жүргеннен кейін біз бұл өнер саласында біздің ішкі проблемаларды біз өзіміз ғана білеміз, әншілер.
осы өнермен жүрген адамдар біледі. Сырттағы адамдар тек қана сахнадан жақсысын көреді, мысалы. Менің өзім әнші болып жүріп, егер менің сондай өнерді жақсы жаққа бұрмалауға, өнерді жақсы үлкен сатыларға көтеруге, шынайы осындай еңбектер, үлкен істер істеуге менің денсаулығым жетіп, білімім жетіп тұрса, мен алдағы уақытта қатар алып, өнер мен саясатты қатар алып жүру өте күрделі. Бірақ мен көптеген нәрселерді өзім көрем. Сол жақтарын жақсы жағына, енді мен анау хор әртісі болып жүріп, бүкіл ішкі айтады ғой, кухня дейді ғой. Содан бері көріп келе жатырмын, содан бері жұмыс істеп келе жатырмын. Соны біле тұра, көптеген нәрселерді мен ауыстырғым келеді. Сол себептен мен тек қана саясат ретінде емес, негізі өнер тарапынан, өнер адамына деген көзқарасын, олардың өнердің бағасын, өйткені мен оны бағалай білем, мен оны жанында жүргеннен кейін көріп жүрмін. Өзім де соны. Бірақ әнші болғаннан кейін сенің жұмысың ән айту. Әрине, сен өзің ұсынысың болса, оны айтасың, бірақ ол қаншалықты шешіліп жатады, орта жолда қалып жатады. Сондай нәрселер. Бірақ егер менің деңгейім жетіп, білімім жетіп жатса, алдағы уақытта тырысамын өнермен саясатты бірге алып жүруге. жүруге. Жалпы сіздер көбіне өзіңіз ресейлік телевизиялық жобаларға бардыңыз. Қазіргі уақытта осындай жобалар сізге нақты керек пе? Мен ойлаймын, қазір жастарды ойлау керек. Біз енді Ресейде жобаларға шақырды, қатыстық. Ол өнерге, опера өнеріне байланысты болды. Сосын мен бардым. Ол ешқандай X-фактор емес, сингер емес. Шынайы, сол кезде де қазақтың Ермек Серкебаев атамыздың бейнесін көрсетіп, біздегі ең жақсы танымал фигура болған Абай операсынан да арияны орындап, қазақи киіммен өнерімізді насихаттап, сол жердің шетелдік орыстың арияларын, итальяндық арияларды орындап, көптеген үлкен қошеметке бөлініп, мысалы қазір сол бағдарлама арқылы, мысалы көптеген Ресейдегі әншілер, беделді әншілер, өсіп жатқан студенттер, өнер жолындағы адамдар жақсы танып, жазып тұрады менен. Қашан келесіз, бізде өнер көрсетесіз ба деген, сондай енді таниды, біледі. Сіздің бауырларыңызға жиі қаншалықты қоңырау шалып отырасыз? Күнделікті, қазір WhatsApp желісімен өте ыңғайлы. Күнделікті. Бар ғой, Әкем бар. Әкеңіз бар, қанша жаста? Жақында зейнетке шықты ма? Телефоныңыз қасыңызда ғой? Әкеңізге қоңырау шаласыз? Шалыңыз. Қал жағдайы қалай екен, не істеп жатыр екен? Қазір. Громко говорите, көрермендер есту ғой. Алло. Папа, салам алейкум. Уағалейкумассалам, сіздер қалың қалай? Жақсы, бәрі жақсы. Маған 2-3 рет звондасың, мен жаңа ғана саған звондадым. Қалың қалай? Денсаулығың қалай? Бәрі жақсы, менде бәрі тамаша. Бұл таңертең сменадан келдім. Біз неден? 2 сутка демалам, 3 суткаға барам. Папа, сен зейнетке жұмыс істеп жатырмын. Зейнетке шықсаң да жұмыс істей бересің, иә? Үйде отыра бермейсің ба? Жоқ, үйде отыра бергенде болмайды ғой. Болмайды ғой дейсің ба? Біз келдік шетелден. Абай операсын орындап, жақсы деңгейде. Просто мен сендер прямо правильно помню, бүкіл өмір бойы физически жұмыс істеп қалған адам сразу отырып қалғаннан ауырады екен. Жүрегім шәнішті, одан аяғым, қолым ұйыды, соны отыра алмадым. Сколько можно отдыхать? Не, сен уже енді қазір сондай жасқа жеттің ғой.
ұлдарың ұяда, қыздарың Ой, я демалатын рад, уақыт. что там мои друзья работают вместе со мной. Иә. Үйде ішің пысады, иә? Үйде ұйықтасам отырам, тамақ ішемін, ұйықтаймын, көшеге шығып келемін, продукт әкелемін, тігіп. Вообще ужас. Иә, өзінде жағдай бәрі жақсы ма, не керек? Ау, Жағдайың бәрі жақсы ма, не керек? не керек? Иә. Маған ештеме керек жоқ. Маған пока ештеме керек жоқ. Бүгін 45 тысяч взял. Инфляцияға ақша берді бүгін 45 мың. Ты про деньги говоришь? Я говорю, вообще, все, папа, люблю тебя. Жақсы көремін, обнимаю. Сосын хабарласам тағы да. Қайдасың өзің? Мен қазір Астанадамын. Хабарласам сосын тағы да. Может, через 2 дня встретимся, куда-нибудь сходим, там, на рыбалку, анау-мынау, мұз Жақсы, жақсы. Бірге барып келеміз. Давай ертең 2 күннен кейін сменаға шығамын, сменадан кейін давай куда-нибудь съездим, куда-нибудь. Давай. Рядом. Все, хорошо. Давай, мүмкін я балет... просто скучаю по рыбалке, по этим. Все, давай, мүмкін балет көріп келейік тоже еще. Театрда балет болады. Корсар, ертең Қашан болады? Ертең арғыны, Корсар. 17-сі. Ертең арғыны? 17-сі, бүгін қай күн? Ертең болады. Ертең я как раз свободный. Все, жақсы. Хабарласам онда. Кешірек тағы да хабарласам. Жақсы, сәлем айт бәріне. Давай, я очень рад, что ты позвонил. Жақсы, құшақтадым. Постоянно звоню, то не отвечает, то это. Я же в Италии был, па. Италияда болдым ғой. Я біліп жатырмын бәрінде. Жақсы, па. Ассаламу алейкум. Бәріне сәлем. Давай, жақсы, аман бол. Жақсы, құшақтадым. Енді осы қоңыраудан байқағаным, әкеңіз сізге сусап жүрген сияқты. Не? Жоқ, бүгін не шыны керек, біз 2 почти, я бір 8 күндей біз неде болдық қой, шетелде болдық. Оның алдында мен Кореяда болдым. 1 елде осы 3 күн ба 4 күн болдым тек қана. И соның бәрін қарағанда почти 1 айдай көрмеді, иә? Иә, бірақ телефон арқылы хабарласып тұрамыз. Бүгін звондапты, біз шетелден келгеннен кейін хабарласыпты. Енді әртістің өмірі осы. Тек қана өзінің жанұяңа да қолың жетпей жатады. Бірақ әкеңіз сізге үлкен құрметпен қарайтын сияқты. Телефон арқылы сөйлегенде де сыйластығын білдіріп тұр. Иә, әрине. Көптеген әкелер балам қоңырау шалды деп мүмкін ұрыс беруі мүмкін. Неге хабарласпайсың деп бірден сауап алуы мүмкін, бірақ сізге деген үлкен құрметті және бір сыйластық. Иә, біз бір-бірімізді жақсы көреміз. Енді өмірден анам өтті, жалғыз әкем қалды. Сол себептен мен қолымнан келгенше бар жақсылығымды, көмегімді аямаймын. Әкем өзі түсінеді, біледі. Ал Сүндет аға, біз бағдарламамыздың 2-ші бөліміне өтеміз. 1 минут деп аталады. Яғни 60 секундтың ішінде мен сізге 10-15 сұрақ қоям. Сол сұрақтарға сіз қысқа да нұсқа жауап беріңіз керек. Жақсы. Кеттік. Бүгін таңертең нешеде ояндыңыз? 11-де. Есіміңіз қандай мағына береді және оны кім қойды? Сүннет, пайғамбарымыз сүннет. Артық салмақпен күресесіз бе? Күресем. Не істейсіз? Енді диеталарға отырам, одан содан кейін қайтадан оны ұмытып кетемін. Өзіңіздің ең ұнатып жейтін тамағыңыз? Ет. Қазақтың еті. Иә. Қанша тіл білесіз? 3-4 тіл білемін. Сіз жасап көрмеген нәрсе? Клип. Клип түсірген жоқсыз? Продюсер боласыз алдағы уақытта? Ондай ой туған жоқ. Тоқал алғыңыз келе ме? Жоқ. Қиындыққа кезіккенде бірінші кімге хабарласасыз? Бірінші іштей Алладан сұрайсың ғой. Қиындық. Алладан жалбарынасың. Той жүргізесіз бе? Тойға шығасыз бе? Өте сирек. Депутаттық немесе опера театры? Опера. Ағаңыздың әйелінің құда баласы сізге кім болады? Құда бала болады. Ал енді Сүндет аға, біз 1 минуттың ішінде сізбен бірге 10 шақты сұраққа жауап беріп үлгердік. Сұхбаттан алған әсеріңізді мынандай смайликтеріміз арқылы қазіргі ішкі көңіл күйіңізді айтып, бейнелеп біздің көрермендермен бөліссеңіз.
Тамаша. Ал көрсетейік. Қараңыз, мынаны тура қайталау керек тұр осылай. Осылай жасау керек па?